Сәлем достар, сіздермен бірге мен IT бала. Бүгін екінші тақырып бізде оператор блоктары, бұл жетінші тақырып жасыл блоктар. Бұл жерде бізде олар әртүрлі мәндерді өзгерту, теңестіру, тең ба жоқ па, мына екі нәрсе, мынау немесе мынау, мынау емес, және біріктіру, бірінші әріпі, ұзындығы, ақиқат жалған және модулят, округлит, мод деген блоктар болады. Бұлар бізде жасылмен беріледі. Бұларды ойындарда тым көп қолданылады. Яғни бұлардың мәні біз үшін өте маңызды. Мысалы, мынаны қосатын болсақ, яғни біз мына жерден алайық. Не алсақ болады? X положенияға Y положенияны қосып, оған направление, яғни бұрылысып тұрған жерін қоятын болсақ, мынаны бассақ 264 болады. Яғни положение X 100, Y 74 и ана 90. Сонда мына екеуі 164, 100 бенен 264. Яғни мына үшеуінің қосындысын шығарып берді. Ал мына екеуінің қосындысы 174. Ал положение Y мен направление 164. Ал енді айырмалары дейік. Айырмалардың алатын болсақ, положение X азайтылған положение Y десек, бізде 26 деген мән шығады. 174 азайтсақ 26. Көрейік, міне дұрыс 26 шықты. Ал положение X-тен направлениені азайтсақ 10. Яғни мына 90. 100 азайт 90 тең 10. Яғни мына жерде берілген екі шаманың мәндерін азайтып бізге жауабын астынан шығарады. Осыны басқан кезде. Көбейтуде де дәл солай. Положение Y-ді, жоқ, направлениені положение X-ке көбейтсек, оңай болу үшін. Көбейтсек, 190-ға көбейтсек 9000 шықты. Яғни осылай кете береміз. Бөлу давайық. Положение X бізде 100. Мына 2 дейтін болсақ, онда бізде 0,100-ден 2 шықты. Яғни 2-ні 100-ге бөлсек 0,102. Бұндай да есептер болады. Выдать случайно 1 да 10. Яғни мына екеуінің арасынан бізге случайный бір санды таңдап береді. Яғни рандом. Бассақ 9, 1 бассақ 4, 1, 6, 8, қайттан 8, қайттан 1, қайттан 8. Яғни осы мына жердегі саннан мынаған дейінгі сандардың ішінен көптеген сандардың арасынан біреуін таңдап шығарады. Енді 100 дейік, мына бізге көп 74. Әрқайсында әртүрлі шығады. Көрдіңіздер ғой. Яғни бұл бізге рандом қойып береді. Ал бұл үшбұрыштар, бұл ұпайларды теңестіруге болады. Мысалы, менің таймер ойынның уақыты бітіп жатса, если таймер асып кетті 60-ты, онда біз яқтан мынаны алайық. Если повторять всегда, если то таймер 100 все дейік. И когда нажать, и спросить таймер. Спросить таймер. Және әрқашан алға 10 қадам жүру керек. Ондан бөлініп кетті. Әрқашан алға 10 қадам жүру керек. Және оң сол дейік. Крайға тисе бұрылып кету керек. Енді біз бұны қойсақ, ол таймер 60-қа барғанша тоқтамай жүреді. Міне күтейік сәл. Ұзақ болуы мүмкін. Оған дейін мыналар тағы ашып көрейік. Таймер қанша болады бізде? 13, 5. Уақыты кетіп жатты жай ба. Оған дейін басқа блоктарды көрсете берейін.
келесі бұлар дәл сондай. Егер таймер 60-қа тура тең болса, мына жердегі мәнге тең болса, немесе көрген бағанағы положение y сияқты қоюға болады. Мысалы, мынаны былайына қояйық. Болды. Яғни 0 положение y-дан үлкен бе? 0 положение y 74, яғни үлкен емес, яғни жалған. Бұл бізде жалған. И деген міне тоқтады бізде таймерді көрейік. Таймер бізде 60-тан асып кетіпті. Сондықтан бұл біздің скриптті орындады. Таймер 60-тан асқан кезде тоқтатты. Ойындарда осындай уақытмен ойнататын ойындарды осылай жасауға болады екен. Енді келесі и және или блоктары. Және не? Бұлар бұны алдыңғы тақырыптарда не блогын мен сіздерге алдыңғы тақырыптарда көрсеттім деген ойдамын. Тазалап жіберейік. Удалить. Міне. И или не блогын мен сіздерге көрсеткенмін. Если то сенсорлар алып алайық. Өзімізге нақты керек. 10 шагов дейік. Егер если мына жердегі нәрсе және мына жердегі нәрсе бір-бірімен қатар орналасса, ал мына жерде қатар емес, керісінше мына осы екеуінің біреуі орындалса. Осы екеуінің біреуі орындалса дейді. Ал мына жерде ненің орнынан қояйық. Яғни мынаның мына жағындағы және мына жердегі екі сенсор немесе оператор екеуі бірге орындалған кезде мынаны орындайды. Немесе мына нәрсе екеуінің біреуі орындалған кезде істейді. Ал мына не десек, яғни осы жердегі нәрсе орындалмаған кезде істейді. Яғни мысалы біз мынаға касается указатель мышь, касается тағы не қосам болды, мышь нажат. Тип біз ананы басқан кезде не деген бізге әсер етіп тұр. То не касается указатель мышь, не десек болады тағы. Или деген, яғни клавиш пробел нажаты, немесе және мышь нажат. Енді мында алып барайық. Қойып алып бастадық. Мынаны бассақ, ол жүріп кетеді. Ал егер мынау пробелді бассақ, ол жүреді. Мышьты бассақ, мышь мынаған келіп басса жүреді. Пробелді бассақ та жүреді. Енді оған указатель мышь тиген кезде де жүру керек. Онда біз мынаға жүру блогын қояйық. Движениеден. Енді мынау. Онда мынаны 0-ге қояйық. Минус 10 дейік. Қоя алмай жатырмын ба? Не болып қалды? Мынаны тоқтатып алайық қане. Енді мында минус қатып қалды мынау. Минус 10. Жарайды, жазылмай-ақ қойды. Енді мынаны алып тастай салайық. Келмесе мүлдем істемей-ақ қойсын. Енді мынаны бассақ ол жүріп кетеді. Пробелді бассақ жүріп кетеді. Мышьты былайынан бассақ жүріп кетеді. Яғни мына жердегі нәрсе екеуі орындалған кезде, немесе
мынау келіп басқан кезде, немесе мына пробел басылған кезде, және мыш басылған кезде. Яғни мышпен бассақ жүрді, пробелді бассақ жүрді. Яғни бұлардың программалары осындай. Ал келесі объединить яблоко, банан, буква 1 в яблоко. Яғни бұлар бізде оңай. Көрейік. Бұлар true, false. Ақиқат жалғандарға кіреді. Длина яблоко. Яблокода қанша әріп? 6 әріп, бассақ міне. Яғни бұда қанша әріп, қанша символ бар екенін бізге айтып бере алады. Ерге орысшаға кетті. Жүздік. Длина яблоко міне 3. Яғни 3 символ бар. Ал мына буква 1 в яблоко. Яғни яблокодағы бірінші символ бізде я әрпі. Екінші символ б әрпі. Үшінші символ о әрпі. Яғни осылайна нердегі қандай сан берілген, соншашыншы орында тұрған цифрын символын айтып береді. Объединить яблоко, банан. Яғни мынердегі екі сөзді біріктіреді. Нердегі екі нәрсені. Яблоко, банан. Міне біріктірді. Яблоко, банан шықты. Яғни бар оңай. Яблоко содержит А дейді. Яғни яблоко деген сөзде А әрпі бар ма дейді. Міне бастық false. Яғни мынерде А әрпі жоқ. Онда бұл false екенін біз білдік. Яғни бізге осы жердегі дұрыс не дұрыс емес екенін бізге тауып бере алады. Ал бұл 3 блок, бұларда қиын блоктар. Бұларды қалай айтсам болады. Бұлар тригономия дей ма қалай? Сол жерділердікі. Квадратный корень, целый больше, целый меньше, модуль, косинус, синус, тангенс, асинус, акосинус, атангенс, ин, лог, он. Яғни осындай қиынырақ блоктар. Бұларды жоғары мектеп, яғни 11-9 сыныптарда бар бізге. Солар түсінгеннен кейін бар, бұларды түсіндіру оңай болады. Бүгінге сабақ бітті. Бүгін оператор блогы, яғни 8-ші тақырыппен, 8-ші ме? Жоқ, 7-ші тақырыппен мен сіздерді таныстырдым оператор блоктарымен. Егер ұнаған болса, лайк басып, каналға тіркеліп кетіңіздер. Қош, сау болыңыздар.